Қайырлы күн, құрметті біздің оқырмандар, құрметті біздің сүйікті оқырмандарымыз, құрметті қонақтарымыз. Бүгін біз ақпанның осындай керемет күні сіздермен мынау саябақта киелі жерде, қасиетті жерде қарап кездесіп отырған жоқпыз. Өйткені бұның да бір үлкен себебі бар. Біз тарихқа жүгінсек, сонау 1989 жылы 15 ақпанда Кеңес одағының әскері ауған жерінен соғысын аяқтаған күні. Бүгін біз ардагерімізді сіздермен жолықтырып отырмыз. Бұл кісінің аты жөні Ізбасаров Керім Махамбетұлы. 41-45 жылы әкем сол соғысқа қатысқан. Содан кейін мектепте оқып жүрген кезімде 4-ші сыныпта ауған соғысы басталған. Ауған соғысы 15 мемлекет болған. Үлкен біз держава болғанбыз. Өзбекстан кіреді, оның құрамына Түркменстан кіреді, Тәжікстан, Украина, Белоруссия, Қырғызстан, Қазақстан деген 15 үлкен держава. Өздеріңіз ойлаңыздар. Сол союз болып тұрған. Союз біз тек қана Москваға бағытталмыз сол кезде. Осы мемлекеттер ауған жеріне кіреді. 78 жылы ауған тарапынан көмек сұрап, осы мынау тыныштықты сақтау үшін, мынау соғыс болдырмау үшін біз союздың кеңес әскері кірді осыған көмекке. 22 мың Қазақстан қатысты сол соғысқа. 22 мыңның 2200-дей біздің Жамбыл облысы. Жамбыл облысынан 71 боздақ болып кетті жастарымыз. Елге оралмай. 70-і қаза болды, бір із-түзсіз жоғалып. Енді ол кезде 18 жасар бала едік біз. 17 жасында орта мектепті бітірдім. Мынау Деликөл деген совхоз болған Жуалы ауданында. Орта мектепті бітірдім. 17 жасында бір жыл жұмыс істедім, әкеме көмекші болып. 18 жасында әскер қатарына шақырдым. Түркменстан республикасы болатын ол кезде Ашхабад облысының Теджен деген қаласына түстім. Сол жерде алғашқы 6 ай дайындықты бастап кеттім. 6 ай дайындықты бастамас келген күні бірінші күннен бастап ескерткен. Бұл жерде дайындық Ауғанстанға дайындық. 90% Ауғанстанға кетеді. Бірінші күн ескерткен. Сол 6 ай сол миымызға құйып қойған 6 ай жақсы дайындыққан өзіміз үшін дайындалдым. Танк айдадым мен сол жерде. Т-62 деген 37 тонналық танкын айдадым. 1,5 жыл, 2 жыл балалар сонда әскери борышын атқарды. Енді 18-ге толғаннан кейін ер бала. Бұл ер бала деген қарындасына қамқор болады. Бір үйдің қамқоры десек те болады. Сіздер отан алдында борыштарыңызды атқаруларыңыз керек. Сізге халық сеніп тапсырады. Біз мектепте оқығанда ұлы отан соғысының ардагерлері, мұғалімдеріміз болмақпыз. Сол кісілер соғысты, сол кісілерден естігенбіз. Соғыстың зардабы, ашаршылық, қиыншылық бұлдан сол кісілер біздің миымызға құйып қойған. Ер азаматтардың қаншасы елге оралмады? Мен біз бір совхоздан 21 бала бардық. Деликөл деген совхоздан 21 бала. Бір класстан 5 бала бардық Ауғанстанға. Бесеуміз де аман есен келді. Бірақ биыл тобыр қолынан айырылды. Біреусі көзіне анау жарылған жаңағы осколка дейміз, ұшқыны жарақат алды көзіне. Бесеуміз де бірақ елге келді. Өз тәжірибеңізден қазіргі жастарға өз еліне патриот болуды қалай түсіндіруге болады? Қалай түсіндіруге болады? Мен жаңа айттым ғой. Ер азамат бізде отан қорғаған ғой көбінесе. Қазір мынау ұшқыш болып қыздарды шақырылып жатыр әскер қатарына, оқуды бітіріп әскер қатарына алынып жатыр. Негізі бұрынғы 80-90 жылдарда ер азаматтар көбінесе алынатын. Әскерге бармау деген ол кезде ұят еді. Әскерге алыну деген ол мереке болатын. Солай аттандыратын бізде комиссариаттан сол кезде. Сол үшін сіздерге айтарым, ата-ананы жақсылап тыңдау керек. Ата-ананың ақ сүті дейді. Ата-ананың сенімін ақтау.